Әзербайжан кәсіпкерлері мұнайлы өлке Атырау облысындағы кәсіпорындарға қаржы құймақ ниетте. Осы мақсатта екі елдің бизнес қауымдастығы өңірге арнайы келіп, келіссөздер жүргізді. Қос мемлекет арақашықтығы жағынан Атырауға жақын болғандықтан көлік логистика саласын дамытып, өзара жүк тасымалын жүргізетін бағыттар мен жаңа бизнес жобаларын ұсынды. Түркия мен Әзербайжан кәсіпкерлерінің біздің нарыққа келгеніне 20 жылдан асқан. Бүгінде азық-түлік өнімдері, мұнай-газ саласына сервистік қызмет көрсету және мұнай химиясы бойынша ондаған біріккен компаниялар жемісті жұмыс істеп жатыр. Бұл жобалар отандық кәсіпкерлердің де өз ісін дамытуына жол ашты. Арнайы форум кезінде шетелдік және отандық кәсіпкерлердің өзара келісімшарт жасасуына мүмкіндік берілді. Олардан біздің нарыққа құрылыс материалдары, азық-түлік өнімдері мен жаңа технологиялар жеткізілмек. Ал бізден сыртқы нарыққа бидай, мұнай және металл өнімдері экспортталады. Түркиялық кәсіпкерлер жүк тасымалын жеңілдету және жол машақатын азайтуға бағытталған жаңа жобаларын да ұсынды.